Өмір кафесінде Мұхтар Ноғайбек. Әй даяшы, берші маған бір стакан ақылдан. Ау мырзаға, жылысы жоқ, суығы бар, мұздатқышта қатырған. Суығының керегі жоқ, онда келші ақылақ. Дөрекілік зауытынан жасалғаны бараға, ішкен сайын басқа шығат шатынап. Оны қойып әкеле сал, жомарттық. Өткен түні ұры кіріп қоймамызға жәшігімен жоғалттық. Бере қойшы қайнамаған бір стакан уақыт. Ішу үшін уақытты алдыменен шығасыз, арқа жонды сылатып, бөлек тұрған бөлмедегі бикешіміз дәмдендіріп жасайды. Ішкеннен соң және барма деп тұрасыз ғымартып. Керек емес олмаған, барма келші, ынтымақ. Табылмады ол көп бөтілке ішінен, сыртындағы түсінігін жыртып ап. Бәрін қойып әкеп берші сезімнен. Уақыты өткеннен соң әлгінде қожайынның бұйрығымен күресінге төгілген. Онда келші махаббаттың тазасын. Әкелмедік, өндіргендер қымбат қылып, алғаннан соң бағасын. Бала күнде ішкенімде сезілетін тәтті боп, кеткен екен амалғанша, осы күнде тапшы боп. Қаласаңыз бізде бар ет жалғаны, бұрынғыға ұқсамайтын бар дәмі. Жалғанының жоқ қоймаған керегі, ішкен адам әйдіс болып өледі. Шаттық бар ма? Болмағанда бөтелкесі ашылған. Біз өндірген бір түрі бар, жалғандықтан қосылған. Оны қойып бере қойшы қуаныш. Алып кетті таңертең кеп, қарсыдағы сұрағыш. Ой ағасы берейін бе, жалғыздықтан бір бөтелке қалыпты. Қоя қойшы, бұрын іші бұзақ мас боп, үйленудің дәрісімен басым әрең сауықты. Пәктік болса әкеле қой, ішіп тұрам күндемен. Жарнамағып жазғанымыз болмаса, бұл дүкенге ежелден ол кірмеген. Әкел сонда достықтан. Жасалғаны бар еді оның қастықтан, асқазанды жазу үшін шесіз қой артынан, сақайғанда мастықтан. Ішем бе деп кіріп едім, кәусар дәмді иманды. Ойбай аға, жоламаңыз уыл ішімдік екен ол, базар көмдар әкелмеуге ұйғарды. Біздің дүкен сірәпшілдік беріп жатыр тегінге, ие болып қалу үшін аспа төктік сенімге. Маған онда бір-екі тал бере сал, жарар болса итке апарып беруге. Бәрі жоқ па, анау не? Алтын табақ кеседегі байымен әптің шайы ма? Нәпсі деген асыл тамақ, өкініштің қуырылған майына. Әзір бізде жақсы өтеді, көп ішеді көніп алған бұл қаланың кедейі мен байы да.